Достар, сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Басқа да сабақтарды жіберіп алмас үшін әуелі каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналда плейлист деген бөлімнің ішінде барлық сабақтар сынып бойынша бөлініп тұр. Сонымен қатар мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, қызықты деректер, ақын жазушылар бойынша да ақпараттарды каналымнан таба аласыздар. Бүгін 57-ші сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысы деген тақырыпқа берілген тапсырмаларды орындаймыз. Бүгінгі сабақта сөйлемдегі сөздердің байланысын таба аламыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірінші 26-шы жаттығудағы кірпі мен көртіш қанатты ертегі берілген екен. Соны оқиық. Бірде кірпі тіміскіленіп далада келе жатса, алдынан ін қазып жатқан көртішқан кезігіпті. Әй, көртішқан, бері келші, әңгімелесейік, дейді кірпі. Ол не әңгіме? Дейді көртішқан таңданып. Кел, екеуміз бірігіп егін салайық. Сен жер қаз, мен шемішке егейін. Күзде шыққан егінді теңдей бөліп аламыз дейді. Сөйтіп көртішқан жер қазады. Кірпі әрі бері аунап жүріп жерді тегістейді. Оған шемішке егеді, суғарады. Күн түн демей еңбек етеді. Күзде егін бітік шығып, дән толы масақтар иіліп, жайқалып тұрады. Көртішқан мен кірпі егінді жинап, бөліп алады. Енді сұрақтарды толықтырып, оларға жауап беруіміз қажет. Бірінші, кірпі кімді кезіктірді? Кірпі көртішқанды кезіктірген болатын. Кірпі мен көртішқан не істеді? Олар бірігіп, еңбек етіп, егін егуді ұйғарды. Дәннің жақсы өсуіне не себеп болды? Біріншіден, дәннің жақсы өсуіне екеуінің өзара келісіп, бірігіп, еңбектенуі, оны күтіп баптауы, өсіруі, суғаруы жатады. Қалай ойлайсың, оған судың пайдасы тиді ме? Әрине, кез келген өсімдік ол сусыз өспейді, сондықтан да міндетті түрде оларға күтім жасау керек, суару керек, арам шөптерін жұлу керек. 27-ші жаттығу жұмбақты қатесіз көшіріп жаз, шешуін тап. Құйсаң шығар гүл өсіп, қатады қыста сіресіп. Бұл әрине су. Сөйлемдердегі сөздердің байланысын табатын болсақ, құйсаң шығар гүл өсіп шығар, қыста қатады, сіресіп қатады. Яғни өзара бір-бірімен байланысқан сөздерден осылай сөз тіркестерін теріп жазып аламыз. 28-ші жаттығу. Дұрыс құрастырылмаған мәтінді қайта құрастырып жаз. Дұрыс нұсқасын жазу үшін ең әуелі берілген сөйлемдерді мұқият оқып аламыз. Содан кейін барып мазмұнының реттілігін бақылап қараймыз. Қай жерде қай сөйлем болуы керек. Берілген сөйлемдерді оқиық. Ал сусыз 3 күнге ғана шыдайды. Шөлге ең төзімді түйенің өзі сусыз 8 тәулікке ғана шыдайды. Тамақ жемеген адам 1 айға дейін шыдай алады. Дұрыс нұсқасында тамақ жемеген адам 1 айға дейін шыдайды. Ал сусыз 3 күнге ғана шыдайды. Шөлге ең төзімді түйенің өзі сусыз 8 тәулікке ғана шыдайды деген дұрыс нұсқасы болып табылады. 29-ші жаттығу. Әр қатарда қайталанып отырған әріптерді сызып тастасаң, су туралы мақалды оқисың. Міне әрбір қатардағы 2 рет қайталанып кеткен әріптерді сызып тастағанда, судың да сұрауы бар деген мақал шығады екен. Осымен 57-ші сабаққа берілген тапсырмалар реті аяқталды. Осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Достар, сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Басқа да сабақтарды жіберіп алмас үшін әуелі каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналда плейлист деген бөлімнің ішінде барлық сабақтар сынып бойынша бөлініп тұр. Сонымен қатар мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, қызықты деректер, ақын жазушылар бойынша да ақпараттарды каналымнан таба аласыздар. Сөйлемдегі сөздердің байланысы деген тақырып 58-ші сабақ. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоюды және сызба бойынша сөйлем құрап жазуды үйренетін боламыз. 30-шы жаттығу. Берілген мәтінді түсініп оқып алайық.
Бір аптадан бері аспанда бір шөкім бұлт болмай, күн қатты ысып кеткен еді. Бүгін таңертеңнен бері аспанда ала бұлттар пайда болды. Олар бірте-бірте қоюлана түсті. Артынан жаңбыр нөсерлете құйып берді. Сонда бұлт қайдан пайда болды? Жаңбыр неге сонша қатты жауды? Күннің қызуынан жер бетіндегі сулардың беті буға айналады. Аспанға көтерілген бу түріндегі су түйіршіктері бір-бірімен қосылып, бұлт болады. Бұлт қоюланған сайын су түйіршіктері ауырлай береді. Олар әбден ауырлап, қайтадан жерге құлайды. Міне, жаңбыр дегеніміз осы. Мәтін не туралы? Мәтін жаңбыр және оның пайда болуы туралы. Жаңбырдың қандай пайдасы бар? Жаңбырдан соң ауа тазарып, егістіктер мен бау-бақшалар суарылып қалады. Сұрақтар: шөкім деген сөз қандай мағына береді? Үш саусақтың ұшымен шымшып алғандағы өлшемді шөкім дейді екенбіз. Демек, бұл өте аз, кішкентай деген мағынада. Бу қалай пайда болды? Күннің қызуынан жер бетіндегі сулар буға айналады екен. Ал бұлт қалай пайда болды? Аспанға көтерілген бу түйіршіктері бір-бірімен қосылып, бұлт болады. Жаңбыр дегеніміз не? Бұлт қоюланған сайын су түйіршіктері ауырлап, жерге түседі де, соның салдарынан жаңбыр пайда болады. 31-ші жаттығуда өлеңдегі сурет атауларын сөзбен жазуымыз қажет. Кейде мөлдір ауаны бұлт келіп жабады, жаңбыр бұлттан тамады, қар да бұлттан жауады. 32-ші жаттығуда сызбалар бойынша сөйлемдер құрап жазуымыз қажет. Мына жерде ең бірінші сызбалар бұл сөз саны, ал төменгі жағындағы белгіленіп тұрған белгілер бұл осы екі сөз бір-бірімен байланысқан болуы керек деген сөз. Мысалы, бірінші сызбаға жаңбыр жауды деген екі сөзді аламыз. Бұл екеуі өзара мағыналық жағынан бір-бірімен байланысып тұр. Ал келесі екінші сызбада кеше жаңбыр жауды деген сөйлем алуымызға болады. Кеше жауды және жаңбыр жауды деген сызбаға сәйкес сөз тіркестерін, өзара мағынасы байланысқан сөздерді осылай табамыз. Үшінші сызба бойынша қалың жаңбыр жауды. Бірінші байланысып тұрған сөзіміз қалың жаңбыр. Екінші өзара байланысып тұрған сөздер бұл жаңбыр жауды. Мұқият қарайтын болсаңыздар, барлығы сызбаға сәйкес құралған. 33-ші жаттығуда өзен, көл туралы жұмбақ құрастырып көр. Ол үшін төмендегі жұмбақ құрастыру кестесін басшылыққа ал деген. Ең бірінші қандай? Әдемі. Не істейді? Сылдырап ағады. Осындай тағы не бар? Жылға. Және емес деген көмекші сөздерді қолдануға болады екен. Сонымен әдемі, сылдырап ағады, жылға емес. Мөлдір, балықтар жүзеді, аквариум емес. Бұл не? Жұмбақты жасыру барысында, демек ол заттың қандай екендігін, оның не істей алатындығын және соған ұқсас заттар бар ма? Егер бар болса, солармен салыстырмалы түрде айта отырып жұмбақ құрастыру керек. Мысалы, ұзын болып ағады, тау мен тасты аралап, жаңбыр да келіп жауады, бұл не, қане, кім табады деген сияқты өзенге қатысты жұмбақ құрауға болады. Сонымен қатар жаңағы кестеге сәйкес тұнық болып тұрады, бұлақ емес, өзендер келіп құяды, егін емес. Өйткені көл ақпайды, керісінше оған жан-жақтан өзендер келіп құйып және жаңбыр суымен ол толып отырады. Осымен бүгінгі сабаққа берілген тапсырмалар аяқталды. Қазақ тілі деген плейлисттің ішінде сөз тіркесі деген видео сабақ бар. Сол сабақты қосымша осы сабаққа ақпарат ретінде көріп алсаңыздар болады. Онда сөз тіркестерін сөйлемнен қалай табу керек, олардың бір-бірімен байланысы туралы
өте көп ақпарат берілген. Сол сабақты бір қарап шығыңыздар. Төменге қазір сілтемесінде қалдырып кетемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.